Aslında не той. Al бастаңыздар. Жоқ емес. Ақтар деген сөз бар. Презентация. Міне, енді бастаңыздар. Сәлеметсіздер ме, Әділқазылар алқасы, бүгінгі жобаға қатысушы достар. Біздің жобамыздың тақырыбы IT форматты және есеп. Жобамызды бастамас бұрын экранға назар аударсаңыздар. Бұл жерде тарихта елеулі орын қалдырған, достарымыз бен туыстарымыздан айырылуға себеп болған әлемдік пандемия бойынша ауданымызда қайтыс болған адамдар саны көрсетілген. Сонымен қатар мәйіттердің ауысып кетуі, достарымыз бен туғандарымыздың көрісе алмауы, аурулап жерлей алмауы, дәрі-дәрмек тапшылығы, өнімді пайдалану мүмкіндігі білмеуі осы жобамыздың өзектілігін айқындайды. Жобамыздың мақсаты ұлттық өнімдерден дәрі дайындау үшін есептеу жүргізу, IT фармацевтиканың даму жолын көрсетіп, денсаулыққа пайдалы ұлттық өнімдерден ауылды жерде онлайн дәріхана қызметін ұсыну. Жоба міндеті IT фармацевт болудың халыққа пайдасын табу. Негізгі міндеті пайда табу ғана емес, халыққа қызмет көрсету болғандықтан экономикалық жоспарын құрып, шығысы мен кірісін есептеу. Қарағанды облысында 14 аудан бар. Ал нешеуінде онлайн дәріхана орналасқан. Барлық аудан қалалары онлайн дәріхана болғанымен нақты біз ұсынған ұлттық бренд ауыл шаруашылық өнімдерін дәрі жасап сататын IT фармацевт жоқтың қасы. Бұл өзекті ойымыздың елімізге пайдасын анықтау үшін сауалнама жүргізген болатынбыз. Болашақ жастардың қолында демекші, көп жастар жобамызды қолдады. Ерікті түрде өзінен нағын кәсіп дамытуға деген құлшыныстарын арттыру мақсатында сыныптар арасында онлайн аптека жайлы сұхбат жүргізген болатынбыз. Көп сыныптардың бізді қолдағандығынан біз онлайн аптека бастапқы платформасын аштық. Бұл онлайн аптека платформасының бастапқы сайты. Мұның ішінде сіздер көлікпен жеткізу, жұмыс істеу тәртібі, көрерменнің тасымалдаушыға ақша төлеу жолы деген 3 пунктпен таныса аласыздар. Платформаға толықтай үңілетін болсақ, 3 басты беттен құралған болады. Ол ауыл шаруашылығы өнімдері, дәрі-дәрмек өнімдері және де математикалық модельдеуді қолдану арқылы әжемнің дайындаған емдік жолдарды біз есеп арқылы ұсынып, адамдарға көмек ретінде көрсетудеміз. Макетіміздің бейнесі. Бұл макетте біз жобамыздың өзіндік ерекшеліктерді жинап алып келдік. Яғни ауыл шаруашылығы өнімдері және де дәрі-дәрмек өнімдері, және де ол смартфонның үстінде орналасқан, яғни қол жетімді әрі тиімді, сонымен қатар IT дегенді көрсетеді. Ол жерде әр қазы, қымыз, майдың бәрінде өзіндік емдік жолдары бар. Жобамыздың тиімділігі дәрі-дәрмектің едәуір төмен құны және де құтыдағы есептелу жолымен таныса алуы. Әр дәрінің құрамы 10 ағзаға деген пайдасы және зиянымен таныса алуы. Бұл бизнес жоспарымыздың төлқұжаты. Ол жерде орналасқан жері, ауданымыз және де жобаның мақсаты мен идеясы көрсетіледі. Сонымен қатар бұл кестеде қарапайым математика есептеу жолымен біз бұны бастауға қанша мың теңге кетеді екенін есептеп шығарған болатынбыз. Бұл біздің жобамыздың экономикалық жоспарын. Бұның кірісі мен шығысын есептеу арқылы 2024 жылы жалпы сомасы 5 миллионға жететініне көз жеткіздік. Бұл жерде біздің жобамыздың іске асыру жоспарымыздың сатылай бейнесі көрсетілген. Менің әжем емші болады. Өзім көзіммен көрмесем де үлкендердің айтуы бойынша қолы жеңіл кісі болған. Әр ауру түріне өзіндік емдеу жолын қолдана білген. Мысалға, өкпе ауруында бүйенің жаңа сауылған сүтін жылы күйінде үзбей 3 ай бойы 1 литрден ішсе, құлақ таза айығуға көмектеседі деген. Осы 3 айда біз қанша литр бүйе сүтін ішетінімізді есептегенде, бізде 90 литр бүйе сүті шыққан. Демекпеде, өгей жеттің 2-3 ас қасығын жарты литр сүтпен қосып қайнатып ішеді. Мұны күнделікті таңертең ішіп жүрген адам құлақ таза айығады деген. Осы демекпе ауруынан толықтай айығып кету үшін біз дәрінің қанша мөлшері керек екенін есептеген болатынбыз. Және оны есептегенде 22,5 грамм литр шықты. Сонымен қатар біз бұл әжемдік емдеу жолын кәдімгідей адамға пайдасы бар ма екенге зерттеу жұмысын жүргіздік. Оның біріне шұбаралақыр жара ауруында бұрын әжем пенициллин жасап емдеу жолын көрсеткен болады. Ал біз оны септотиппен жасап көрдік. Себебі қазір пенициллин дәрісі сатылымнан алынып тастаған еді.
Спиртосид пен кәдімгі қолдың құйрық майын араластырып жаққандағы 1 айдан кейінгі емнің нәтижесі. Қымыз қырық ауруға ем екенін бізден бұрын ғалымдар зерттеп дәлелдеп болған болатын. Және де ол түрлі онкологиялық аурулардан да айығып кетуге көмектеседі. Онкологиямен 2005 жылы ауырған біздің ауданымыздың тұрғыны қазіргі таңда 100%-ға сауығып кеткен. Şimdi Kazak sayıları yaş balanı ciddi doğum gitti, anasını hazırım. O çocuk da gitti. Yine sonra 7 gün balanı gitti. Kazak sayıları da Иман Төреғалыұлы бәріміз де қымыз жасап, қымыздан шоколад жасап, бәрімізді таңғалдырған еді. Ал біз сол шоколадты үй жағдайында жасап көруді жөн көрдік. Және де сол арқылы біз бұл балаларға және де қышқыл дәмді ұнатпайтын үлкендерге қолжетімді әрі жақсы болады екеніне көз жеткіздік. Жаңағы қымыздан жасалған шоколадқа тоқталатын болсақ, біз 0,2 литр қымыздан орташа 100 грамм шоколад жасауына көз жеткіздік. Енді онда 150 грамм шоколад жасау үшін бізге қанша литр қымыз керек болады? Оны біз қарапайым математикалық пропорция арқылы есептеген болатынбыз. Және де бізде 150 грамм шоколад жасау үшін сонда 0,3 литр қымыз керек болды. Қазіргі таңда көпшілік адам грыжа ауруымен ауыратыны белгілі. Осыған орай жылқы малының қазысын алып ауыратын жерге тарту керек. Ауылды жерлерде көпшілігінің қолында бар. Ауылдың тұрғыны осы аурудан 1 айда айықта, сонда 30 күнде қанша қазының майы жұмсаған? Қазының килограммы 3500 теңге. Күнде жұмсалатын майдың қанша грамм кететінін есептеп жазыңыз. Яғни біз бұны есептегенде 1 айда 300 грамм май жағылатынына көз жеткіздік. Және де мына жерде басқа да көптеген есептер бар, бірақ уақыттың тығыздығына байланысты біз бұларды көрсете алмаймыз. Қорытындыға келетін болсақ, онлайн аптека платформасын құрдық, математикалық модель құрастырдық. Ауданымызға тың идея ойлап таптық. Есептер жинағын құрастырдық. Ақбас аш фермасының келісімшартқа отырдық. Көне көз ділдәгүл әжем жазбаларын пайдаланып дәрі жасадық. Біздің ұсыныстар мектеп бағдарламасына онлайн жүйедегі әртүрлі бағдарламалар құруды үйрететін маркетолог болып шығатын жаңа пәндер енгізсе. Ұлттық бренд ретінде ауыл шаруашылығы өнімдерден дәрілер жасау жолдарымен, көне көз қариялардың айтуымен және де математика мен жаңа технологияларды алмастырып қолданысқа енгізілсе. Назарларыңызға рахмет. Мана сайт қазір ашылмағандықтан айтқан жоқпын. Мен сайтқа уақыт болды. 16:09-да бастадыңдар, 16:16-да аяқ. 16:08 минут. Сосын бар ғой, дайындықтарың аз екені көрініп тұр. Айтайын ба? Неден? Былай деп айтасыңдар, жобамызды қорғамас бұрын экранға назар салсаңыздар дейсіздер де. Сосын арулап деген сөзді айта алмайсыздар. Арулап дегенде сақауланып тұрсыздар. Арулап. Сосын орналасқан дейді. Не орналасқан?